Бәріне сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте дәмді болып шығатын, ауызашарға дайындалатын женттің рецептісімен бөліскім келеді. Оразамыз қабыл болсын. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза дымқыл ыдысымызға өзімізге қажетті талқанымызды салып, оның үстінен кез келген өзімізге ұнайтын орехті блендерден езіп салып алатын боламыз. Содан соң ертілген сары майымызды құйып, сары майдың үстінен сапасы жақсы сгущенканы құйып алатын боламыз. Содан соң барлығын жақсылап араластырып, өзімізге қажетті формаға келтіріп алатын боламыз. Мен бүгін домалақ формада жасап алатын боламын. Сіздер өз қалауыңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Егер де талқанды көбейтіп жасағыларыңыз келсе, құрамының мөлшерін 2-3 есеге көбейтіп жасасаңыздар болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай барлық талқанымызды осылай домалақ формаға жасап алдым. Содан соң осындай одноразовый кекске арналған қағазға салып шықтым. Дайын болған талқанымыздың үстінен қара шоколад пен сары майды жақсылап ерітіп, бетіне қойып, жайғастырып, сәндеп шықтым. Содан соң шоколадтың үстінен кокосовый стружканы сеуіп, сәндеп алдым. Сіздер өз қалауыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің жасаған талқандарымыз дайын, өте дәмді болып шығады, әрі әдемі. Көріп тұрғандарыңыздай. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!